Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Тамаша, әдебиеттік оқуға қош келдіңіздер. Өнер алды қызыл тіл. Осы нақыл сөздің қандай мағына беретінін білесіздер ме? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз осы өнерге байланысты. Бүкіл билерімізді, шешендік сөздерімізді осы әдеби тілден, әдебиеттік оқудан үйренетін боламыз. Бір нәрсе туралы пікірімізді, яки көңіліміздің күйін сөз арқылы жақсылап жеткізе алсақ, сол сөз өнері болады екен, балалар. Төле би қазақтың үш биінің бірі. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өңірінде дүниеге келген. Өз елінің, өзге халықтардың, әсіресе шығыстың аңыз әңгімелерін, қисса дастандарын еркін меңгерген. Халықтың әні мен күйін, ақындық өнерін құрметтеген. 15 жасынан бастап ел билеу ісіне араласып жүрген. Өз заманында Қарлығаш әулие, Қарлығаш би деп атанған. Ел ауған Ақтабан шұбырынды. Алқакөл сұлама кезінде Төле би киіз үйді жықпапты. Қасиетті жұртын қимапты. Сонда жоңғар қолбасы Төле биден көшпей қалуының сырын сұрайды. Шаңырағыма бір бейкүнә Қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан су басқанда Нұх пайғамбарымыздың кемесін сақтап қалған болатын. Адам баласын жылан шақпақ болғанда қызғыштай қорыған құстың бірі еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын шырылдатып тастап кеткім келмеді, дейді дана Төле би. Бір ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын Төле бидің адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшысы шын әулие екен деп өз әскерін қайтарып жіберіпті. Қалай ойлайсыздар? Жоңғар не себепті өз әскерін қайтарып жіберді? Дұрыс айтасыздар. Төле бидің осындай шешендігі, адамгершілігі, қасиетіне байланысты оны өте әулие кісі екен деп өз әскерін қайтарған екен. Ардақты істерімен, әулие қасиеттерімен, асқан әділдігімен, кемеңгерлік ғибрат кеңестерімен, даналық шешімдерімен қазақ елін көркейтуге бар. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңен кетпейді. Бұл Төле би атамыздың нақыл сөзінің бірі екен, балалар. Міне, осындай көптеген нақыл сөздерін біз жаттап алуымыз керек болады. Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол деген тағы бір нақыл сөзі бар. Достарымызға, халқымызға адал болсақ, әрдайым біз жеңіске жетеді екенбіз. Шешендіктен не пайда, артынан сөзі қалмаса, батырлықтан не пайда, халқына қайран қылмаса. Бұл нақыл сөзден нені үйренуге болады екен? Шешен адамның артынан сөзі қалса, артындағы ұрпақтары, міне біздің бабаларымыз, аталарымыз қандай болған деп көкке көтеріп, сіздің шешендік сөздеріңізді самғатып айтып жүреді екен. Жауыңнан қорғай алмасаң, онда несіне батыр боласың? Сол себепті халықты қорғау біздің қолымызда болады екен, балалар. Балақайлар, осы нақыл сөздерді барлығымыз жаттап аламыз. Және де нақыл сөздерді пайдалана отырып, сөз өнері туралы әңгімелеңдер. Өнер сөз өнері, билер сөзі деп бекерге айтпаған екен, балалар. Олай болса, бүгінгі біздің сіздерге сабағымыз ұнаса, барлығымыз керемет дейік. Ал егер де сабақ түсініксіз болса, осы бейнежазбаны қайта көруге мүмкіндігіңіз бар. Сау болыңыздар!